Баяғыда бір қазан үш балапанын ұясына тастап жем іздеп шығады. Бірақ қырсыққанда сол күні тұмсығына шабақ балық та ілінбейді. Өзен көлді қанша торыса да талғажау етер нәр таппайды. Кешке дейін дамылсыз ұшып, көлді тұмсықпен сүзіп әбден шаршайды. Ұясына қапшығы бос қайтады. Анасының алыстан ұшып келе жатқан сыбдырын естігеннен ақ балапандары шиқылдап қоя береді. Олар қатты аш еді. Жан-жақтан жамырап, анасынан жем сұрайды. Бір қазан балапандарын қанатымен сипап аялағанымен шөжелері көнбейді. Шиқ-шиқ етіп аузын анталай ашып, анасына қарай береді. Анасы шарасыздан не істерін білмей, тұмсығымен өз кеудесін соққылап қанатады. Кеудесінен тілім ет жұлып алып, балапандарының аузына тосады. Шөжектерінің таласып-тармасып ас жеп жатқанын көргенде, өз жанының ауырғанын ұмытып кетеді. Олар тойғанша кеудесінен ет кесіп бере беріпті. Баласы үшін қоң етін кесіп берді. Өз жанын құрбан етті дейтін тәмсілдер әу баста осы бір қазанның ерлігінен туған екен. Бір қазан әлемде донор қызметінің символына айналған құс.